Жеңіл макияж, нюд макияж. Және біз ең бірінші бетімізге база жағып аламыз. Бұл база барлық тип кожаға арналған. Ұнайтын база маған өте күшті. Тоналкамыз бетке тегіс жағылу үшін. Бүгін бізде жеңіл макияж болғандықтан тонымыз да жеңіл болады. Мен әрқашанда екі тоналканы араластырып жағамын. Сіздер осындай жеңіл түрде тоналканы жақсаңыздар болады. Екі түрлі тоналканы араластырып жағатын болсаңыздар, бетіңізде тоналкаңыз сіңіп кетпейді. Жеңіл тоналкамен плотный тоналканы араластырамыз. Осындай ыдысқа немесе қолдарыңызға алып жақсаңыздар болады. Осындай кисточка. Ол кисточка бізде кәдімгі сурет салатын кисточка. Базарлардан, Каспийдан алсаңыздар болады. Араластырмаймыз тоналканы, бірден осылай алып, бетімізге осылай жағамыз. Спонжды ылғалдап аламыз міндетті түрде. Сосын беттің астынан бастап осылай бірде тегіс қылып жағамыз. Ретімен. Бұлай араластырып жақсаңыздар, тоналкаңыз айғыз-айғыз болып кетеді. Сол үшін бірден осылай жақтыңыз ба? Осылай. Ретімен. Және міндетті түрде мұрынның екі жағын ұмытпаймыз. Осылай бетімізге жағып алдық. Тағы да қайталап айтамын, бүгін бізде жеңіл макияж болғандықтан тонымызда жеңіл түрде болады. Күнделікті күнге арналған макияж. Қалған қалдықтармен алып, мойныңыздың астына осылай жағып шықсаңыз болады. Көпсінде тоналканы осылай жағады да, сосын астыңғы жағын боямайды. Сыртқа шыққаннан кейін ол кәдімгідей білініп тұрады, бетіңіз маска сияқты. Сол үшін обязательно астыңғы жақтарын тоналканы жағуды ұмытпаңыздар. Спонжды міндетті түрде суға жуып аламыз. Ұзақ уақыт суда ұстап тұрасыздар да, қолдарыңызбен осылай қатты судың бәрін шығарамыз. Спонж бізде яғни ылғалды болып тұруы керек. Құрғақ спонжбен бетіңізді осылай ұрғайтын болсаңыз, айғыз-айғыз болып кетеді. Кейбіреуі тоналканы осылай спонждың үстіне құяды да, сосын бетіне бірден жағады. Ол бізде артық ақшамыз кетіп қалады. Яғни спонж бізде тоналканы өзіне сіңіріп алады сол кезде. Сосын бетіңізге аз ғана бөлігі жағылатын болады. Сосын тоналкаңыз тез бітеді. Тоналканың айғыз емес осылай тегіс жағылуының негізгі құпиясы осы. Бірінші кисточкамен алып жағып аласыздар, кейіннен спонжбен бір қалыпты осылай растушевать етесіздер. Келесі бізде консилер. Консилер бізге не үшін қажет? Консилер ол бетіміз тоналка жаққаннан кейін осылай маска сияқты болып тұрады, бетіміз доп-домалақ болып. Ондай болмау үшін консилерді осылай бірінші көзге қатты жақын жақпаймыз. Сосын мына жаққа кішкене. Сосын мұрынның жанына. Осылай. Сосын мұрынның жанына. Міне. Осы үш нүктеге консилерді жағып аламыз. Сосын бетімізге осылай растушевать етеміз. Бірден астыңғы консилерді ала кетеміз. Және шашқа қарай созамыз. Тоналкамен жаққанда консилерді қатты былай ысқыламаймыз. Тек үстінен осылай, міне, осылай батырамыз үстінен. Тек осындай движение ғана. Аламыз да шашқа қарай осылай растушевать етеміз. Мұрынның екі жағы. Қалған консилермен көзіміздің үстін осылай жүріп өтеміз. Міне бірден бетіміз консилерден кейін өзгеріп шықты. Сосын қалған қалдықпен осылай астын үстіне жағып өтсеңіздер болады. Келесі бізде пудра. Релойдың пудрасын жағамын.
осы қақпағына алып аласыздар. Қақпағына аз мөлшерде алып, осындай басы үлкен кисточкамен, пушистый кисточкамен аласыздар да осы қағасыздар. Тағы да беттің астыңғы бөлігінен бастаймыз. Осы ұру движениясы арқылы. Бұлай етіп қажет емес. Танаукаңыз айғыз болып кетеді. Бетке ұру движениясы арқылы. Пудра бізде не үшін қолданылады? Пудра ол танаукаңыз бетіңізге сіңіп кетпеу үшін, кешке дейін жүрсеңіз, және бетіңіз майлы болып тұрмайды. Әркім пудраны өзінің мөлшеріне қарай жағады. Кейбір кісілер пудраны қолданған ұнамайды. Осылай аласыздар. Қолыңызбен осылай ұстап көрсеңіз болады. Пудра жеткілікті жағылды ма, жағылмады ма. Және көп мөлшерде пудраны алмаймыз. Жаңағыдай аз ғана мөлшерде аласыздар да осылай тепкейсіздер. Келесі бізде контур. Осындай кисточканы аламыз. Жіңішке. Осындай жіңішке болып көреді. Кішкентай, бірақ пушистый кисточка. Және осындай Revolution'ның контурингі. Бізде осындай контурингке арналған 3 оттенік бар. Мен көбінесе күндікке осындай 3 оттенікті араластырып жаға беремін. Қатып қалған қағида жоқ, мынау деген. Осылай алдыңыздар. Көп мөлшерде алмайсыздар. Тек аз ғана мөлшерде аласыздар да сіркейсіздер міндетті түрде. Сосын контурингті біз мына беттегі сүйек бар. Екі жағында қолдарыңызбен істесеңіздер, мына жақта сүйек тұр. Сол сүйектің үстіне жағамыз. Яғни ол құлақтың ортасынан, құлақтың бас жағы тұр, осы жақта міне. Осы жақта жағылу керек. Осы жақтан бастайсыздар да, сүйектің бағытымен осыға келіп, мұрын мен ерннің ортасынан аяқталады. Міне осылай. Аласыздар да міне құлақтың ортасы. Құлақтың ортасы және құлақтың бас жағы. Осы екеуінің ортасында жағылады. Бірінші осындай шеттен бастайсыздар. Бірден көп мөлшерде алып, бірден жағудың қажет жоқ. Оны сосын растушевать ету қиын болады. Осыға қойып шығасыздар бірінші. Осыға қоясыздар. Сосын ақырын сүйектің бағытымен алдыға қарай жүресіздер. Қайтадан аламын. Бірден көп мөлшерде алған дұрыс емес. Осылай аз мөлшерден алып, жағып, осы әрекетті қайталай бересіздер. Тағы да шетінен бастадым. Шетінен бастап, мұрын мен ерннің ортасына қарай алып келдім. Және қатты тақамаймыз. Тек осы екі саусақ қабат, осындай екі саусақ қабат, осы жерге дейін алып келесіздер. Осылай қойып шықтым. Енді бұны растушевать етеміз. Яғни жоғарға қарай бақтаймыз. Осылай. Жоғарға қарай бақтаймыз. Және осындай домалақ движениемен растушевать етсеңіздер болады. Бүгін бізде жеңіл макияж болғандықтан контурингті де жеңіл, әдемі, табиғи түрде жағамыз. Екі бетінде разница кәдімгідей. Мына бетін домалақ болып тұрады. Мына бетін кәдімгідей осындай. Контурингті біз не үшін жағамыз? Яғни бетіміз доп-домалақ болмас үшін, бетіңіз арық болса да, бетіңіз маска сияқты осылай доп-домалақ болып қалады. Егер контуринг жақпасаңыздар. Сол үшін контурингті жағып, бетіміз осылай формасын шығарады. Беттің формасын шығарады. Және келесі тағы да алдым, сіркеймін. Міндетті шаштың айналасынан бас жаққа қарай бағыттаймын. Көп қажет емес. Осылай. Көп қажет емес. Тағы да аз мөлшерде алдым, сіркідім. Беттің астыңғы бөлігіне. Тура мына жерге келіп, беттің астыңғы бөлігінде сүйекке жағамыз. Тура үстіне жақпаймыз, асты жағына қарай бақтаймыз. Төменге қарай бақтаймыз. Төменге. Осылай. Көп қажет емес. Және де егер де бетіңіз домалақ болса, үлкенірек болса, онда көбірек жақсаңыздар болады. Яғни бұл бетімізді арықтатады.
формасын шығарады. Және егер де мына жерлеріңіз сәл үлкен болса, оны арықтату мақсатында осылай жасаңыздар болады. Астыға қарай бағыттаймыз. Жеңіл движениемен, қатты бет батырмаймыз, жеңіл движениемен. Енді келесі бетті көрсетемін. Аз мөлшерде осылай алдым. Сілкеміз. Құлақтың ортасынан, құлақтың бас жағы, осы аралықтар ортасынан алып қойып алдым. Енді бұны астыға қарай осылай бағыттаймын. Ерін мен мұрынның ортасына қарай. Екі саусақ қалады, осы жерден аяқталады. Тағы да аламын. Тағы да осылай қойып шығамын. Және расширять етемін. Жоғары қарай. Кругпен. Мынау бізде сызық тұр. Бірінші осындай сызықты осылай расширка етіп төбеге қарай бағыттаймыз. Және астын расширять етпейміз. Астын расширять еткенде, және контуринттің астын расширять еткенде төменге қарай бағыттамаймыз. Жоғарыға қарай. Әрқашанда жоғары қарай. Мына жерде қатты басталып келеді де, алдыға қарай кеткен сайын азаю керек контуринг бізде. Енді шаштың бағытымен жоғары қарай. Шашты да бірге алыстыр. Көп қажет емес. Және астыңғы сүйекке. Бізде контуринг дайын. Енді мұрнымызды қыр мұрынды қыламыз. Ол үшін бізге осындай кисточка қажет. Жиналып тұрған осындай кисточка қажет. Осындай кисточканы аламыз. Самый ашық оттенкті аламыз да. Сіркейміз. Көп мөлшерде алмай. Бұл бізде екі еріміздің төбесінде сызықтар бар. Сол сызық арқылы жоғары қарай жүреміз. Мұрынның ортасын екі сызықты жақын болып тиіс. Осылай алдық. Және жоғары қарай бағыттаймыз. Жоғары қарай бағыттаймыз. Осылай қойып шықтық. Енді осыны расширка жасаймын. Тек бір орында расширка жасаймын. Төменге қарай тартпаймын, ортаға қарай созбаймын. Тек сол тұрған орында расширка жасаймын. Аластарды осылай қасқа қарай қалдықтарын бағыттайсыз. Тағы алдым. Енді осы жерінен ерінің үстіңгі сызығынан жоғары қарай өтеміз. Осылай. Жоғары қарай бағыттаймыз. Енді сол тұрған орында расширка жасаймын. Қалған қалдығын қасқа қарай осылай жібереміз. Тағы аз мөлшерде алып, мына екі сызықты бір-біріне қосамыз осылай. Аз ғана. Осылай біз қыр мұрынды қылып, егер де кисточкаңыз үлкенірек болса, мысалы осындай жаңа контур жасаған кисточкамен жасасаңыздар да болады, бірақ осына басын қысып ұстайсыздар да, контурды алып осылай жоғары қарай бағыттайсыздар. Мына жақ мұрынды былай. Осылай аласыздар. Келесі бізде румяна. Румяна менде Beauty Creation'ның румянасы. Бұл бізде рассыпчатый пудра, бірақ розовый түрі. Мен бұны румяна ретінде қолданамын. Және бізде кисточка осындай пушистый, басы домалақ, жинақы түрде келген румянаға арналған кисточка. Және тігінен аламыз да осылай аз мөлшерде сіркейміз. Бетіміздің жымиғанда осындай домалақ шығады. Сол жеріне қарай жағамыз. Күліп тұрып жақсаңыздар болады, оңай болу үшін. Осылай аз мөлшерде ақырын жағасыздар да, жоғары қарай солай шашқа қарай бағыттайсыздар. Яғни контурдың үстінде румяна тұруы қажет. Аласыздар да, тағы осылай жағып шығамыз. Румяна бізде не үшін жағылады? Жалпы румяна не үшін қажет? Румяна бетті свежий қылып тұрады. Бетке свежесть береді. Бетіңізге более нежность, свежесть береді. Бетіңіз контурдан кейін бетіңіз сұрланып тұрады. Сонан
жылулық мақсатында осы румянаны жағамыз. Күлген бетте осындай домалақ шығады. Соның үстіне қарай осы жағасыздар да қалған қалдығын шашқа қарай осылай жоғары қарай бағыттайсыздар. Тағы да аз мөлшерде аламын да. Осылай деп қатты жағып қажет емес. Осылай орналастырдыңыздар, жоғары бағыттайсыздар. Және мұрынның ортасына аз ғана мөлшерде жақсаңыздар болады. Келесі бізде хайлайтер. Хайлайтерді бөлек алсаңыздар да болады. Немесе осындай палеткада арнайы хайлайтер бар болады. Яғни мен осы ақ түсті хайлайтер мен қоңыр түсті хайлайтердің екеуін осылай араластырамын. Сіркейсіздер. Және осы румянаның үстіне қарай жағасыздар. Румянаның үстінен алдыға қарай бағыттайсыздар. Осы қойдыңыздар, алдыға қарай төмен түсесіздер. Көп қажет емес. Күндізгі макияж болғандықтан румянаның үстінен аласыздар да төмен қарай осылай бағыттайсыздар. Және мұрнымызға хайлайтерді міндетті түрде жағамыз. Осы екі хайлайтерді алып, мұрның дәл екі көздің ортасынан осы жерге осылай орналастырасыздар. Және жоғары төмен қарай осылай расшивка жасайсыздар. Барлық жерге жағып қажет емес. Осылай қойдыңыздар. Және мұрның дәл осы ортасына жоғарыдан төмен қарай жағасыздар. Бізде тон осымен дайын. Жеңіл түрде күнделікті макияжға арналған. Әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көбірек немесе аз жақсаңыздар болады. Сіздерге средний вариантта көрсеттім. Күнделікті макияжға арналған вариантта көрсеттім.